Кезекті біздің 3-ші сабақ. Бүгін біз өзімнің бір видеома талдау және менің курсымда оқып жатқан оқушының біздің курсты алғанға дейінгі бір видеосына разбор жасаймыз. Кеттік. Бірінші менің видеомнан бастасақ, негізі бір осы видеоны көріп шығайық. Город задохнулся. Воздух стал тяжелым. Улицы молчали. Люди прятали лица под масками. Мы привыкли к дыму, но одна искра может все изменить. BYD. Энергия, которая очищает. Без дыма, без шума. Город снова дышит, деревья оживают, улицы наполняются светом. Только чистое движение вперед. BYD. Вдохни жизнь. Так, бұл жерде мен BYD машинасына Алматының смог арқылы бір реклама жасадым. Бұл жерде менің мақсатым реалистичті киноға, кино стиліндегі кино сияқты реклама жасау. Менде бұл жердегі бір мықты бір приемдардың бірі озвучка қолдану және кадрларды кино стилінде склейка жасау, яғни монтаж жасау. Бірінші біз жалпы адресный планын, яғни Алматы екенін, қандай атмосфера екенін адамдарға көрсетіп аламыз. Город задохнулся. Бүйтіп көрсетіп аласыз. Көрсетіп алғаннан кейін жазып қойдым, мысалы, мен бір креатив үшін. Адамдар түсініп тұр, мысалы, 2154 жыл уже экология жаман, Алматы қаласында осындай проблема екен деген сияқты. Одан кейін Алматы тағы көрсетем, бір таумен бірге, чтобы Алматы екенін білу үшін, ұқсау үшін. Одан кейін бір адамның артынан бір күшті кадр. Бері адамдар келе жатыр, бәрі маскада, черно-белый. Әдеймен кадрда видеоны екіге бөлдім, біреуі цветной, біреуі черный. Черный жаман, BYD мен цветной күшті деген сияқты, таза ауа сияқты, мысалы. Ассоциация. Мысалы, адамның жүрісінің өзі, мына жерде қарасаңыз, шын сияқты. Мына жерде, мысалы, тоже бір адамды алдым, жөтеліп атқан. Енді бір қараңыз, жөтелгеннен кейін сразу же адамның реакциясы, мынау екінші адам бар ғой, кетіп бара жатқан, соның реакциясы. Ол да бір монтаж склейка. Қарасаңыз, бір-бірімен байланысты. Көрдіңіз, қарайды, тоқтап қалады. Мынау ауру ма деген сияқты, мысалы. Келесісі адам машина завод етіп жатыр, мысалы. Машинаның ішінен завод еткенін көрсеттім, әрі қарай уже понятно, что завод етіп. И дауысын қостым да, түтінін көрсеттім, қара екен. Одан кейін мен тұрдым да, қараңғы, қараңыз, қара машина, не жоқ, жасыл шөп жоқ, бәрі қурап кеткен и так далее. И сосын бұл машина тұрады, переход істеген келді, BYD айналады. Айналған кезде бәрі жасыл болады, қала күн ашық болады, дала гүлдейді, машинада таптыза, далада таптыза, экологияда таптыза деген сияқты қып ассоциация. Сосын машинаның кадрларын алдым, уже шынайы сияқты қараңызшы. Кәдімгі рекламный ролик, мысалы, адамдар жүріп жатыр, мысалы, қараңыз. Прям күнде бликтары да ойнап жатыр машинамен, кәдімгі талмен ше. Камера объективке түскен кезде ол да бір шынайылықты білдіреді. Адамның көзі сенеді соған, миы сенеді. Кинодан кейін отбасыны көрсеттім, шынайы жүріп бара жатқан. Енді қараңыз, отбасындағы түрлерін де өзгерткен жоқпын. Баланың түрін өзгерткен жоқпын да, мысалы, түсін, футболкасын деген сияқты, мысалы, өзгерткен жоқпын. Адамдардың түрі өзгерді, ана папа жайды ештеңе білінбейді да ол зумнан. Баланың киімі, түрі, шашы негізі өзгерген жоқ. И тура сол баланың түрі сияқты нарезка істедім. Потом ол баланың камераға қарағаны адамдардың мезетімен байланысы, и плюс болашаққа сенгені, BYD экология сенгені туралы бір қағида. Осылай міне ролик жасалған. Келесі бұл бір менің курсымда алған жігіттікі. Бұл жігіт маған дейін осындай видеолық жасап жүрді. Бұл курс алмай тұрып жасаған видеолықты. Маған жіберді, осындай проблема бар, осылай жасауда болмай жатыр деген сияқты. Бір басты проблема ол персонаждың түрі өзгеріп кете береді. И сөйлеген репликасы дұрыс емес деген сияқты. Дұрыс сөйлемейді, и монтаж жағынан да кішкене сәйкес келмей жатыр деген. Скоро зима. В каждом доме тепло нужно. Но и осторожность тоже. Перед тем, как топить, проверьте печку, чтобы не было трещин и дым не шел в дом. Не сушите возле печки одежду, дрова, тряпки. Все должно быть подальше от огня. Вот.
Ең басты проблема бұл жерде әртүрлі адам. Екіншіден, әрине, кадр киношный сияқты, бірақ әдемі көрінбейді ракурстары, движениялары. Үшіншіден, бұл жерде VEO деген не бар, иконка бар. Бұл кісі оған дейін арзан подпискамен істегендіктен ғой деймін. Арзан подпискаларды VEO деген жазумен болады. Қарапайым подпискаларды. Сосын свет жағы білмегендіктен светте грубы болып тұрды. Түс жағы, цветокоррекция жағы да дұрыс емес. Светті более жұмсағырақ, кадрдың цветін, түсін, яғни қатты сары емес, яғни более адамның көзіне жағымдырақ қып істеуге болады. Одан кейін бұл жерде адамның үшеуінің де түрі бірдей, камераның қимылы да бірдей, ракурстар да бірдей. Мысалы, алыстан кетті, жылжиды, алыстан келеді, жылжиды, алыстан кетті, жылжиды деген сияқты мысалы. Мына жерде уже әдемі көрінеді, қараңыз. Мына картинкасы әдемірек мысалы. Мягкий свет түсіп тұр, контровой түсіп тұр, от жанып тұр деген сияқты. Мына жерде кішкене эффект бар енді шаңның, бірақ сонда да қиындау. Пеш те әртүрлі, адамның түрі де әртүрлі. Ол сенімсіздік тудырады, бір миға бір құлып салып тастағандай, адам бұл кадрдан рахат алмайды деген сияқты. Осындай проблема бар. Сөз жағынан да ол қазақ тілінде жасай алмаған ол кісі осыған дейін. Қазақ тілінде жасай алмағаннан кейін орыс тілінде жасап, осылай Осторожность тоже. видео істеген. Перед тем, как топить, проверьте печку, чтобы не было трещин и дым не шел в дом. Монтажный скрипкаларды прям сөз бітті ма қию керек, сөз бітті ма қию керек, сондай резкий да. Мына жерде бір футажда бар, қараңызшы, мынандай. Көрдіңіз бе? Өзгертіп жүр, сап-сары қыдырып. Стойте возле печки. Артында фоновый звук жоқ, музыка жоқ, какой-то спецэффекттер жоқ, переходтың какой-то бір креативность жоқ бір жағынан тоже алға болады. Енді мен сіздерге ол адамның курс алғаннан кейін, бір аптадан кейін үйренген видеосын көрсетейін сіздерге. Уже адресный план бар. Қай жерде, қандай атмосферада болып жатыр, қыстың уақыты екені. Одан кейін музыка бар, атмосфера, машина дауысы бар. Уже кадрлар әдемі. Байқадыңыздар ма қандай? Уже кино сияқты. Уже действиялар. Кішкене енді қимылдар келмей қалуы мүмкін, бірақ действиялар бар, қызықты. Түсінікті. Сегодня хорошая погода, можно порыбачить. Кәдімгі бір адамның түрі сақталған, машина сақталған, атмосфера сақталған. Мына уже екінші адам қой бағып жүр. Это еще кто? Рыбак, что ли? Не знаешь, что лед тонкий. О, ё-мо... Адамның түрі сақталған, қараңыз. Да он же тонет! Вот. Уже какой-то бір іс-қимылдың сюжеттің бір байланысы бар арасында. Мысалы, батып атқан көрсетті, мысалы. Кәдімгі шынайы, кәдімгідей. Мысалы, мына кісіде, мысалы, чу-чу деп отыр, кәдімгідей шынайы қозғалып отыр, көрдіңіз, шапқаның өзі. Дауысы бар. Мына адамды көрдіңіз, кәдімгідей шынайы суда жатқан сияқты эффектілерін бәрі. Держись! Сейчас! Алло! Уже кадрдың ракурстар, бағана айтқандай ракурстар бар. Общийде келді, потом крупныйда сөйлесіп отыр деген сияқты. МЧС! Приезжайте скорее на озеро Жасулкёль! Здесь человек тонет! Сюда! Көрдіңіз бе? Помогите! Держим крепко! Лед тонкой! Вот, крупностары монтажда жақсы істеген, көрдіңіз бе? Уже монтажды үйреніп отыр. Держи крепко веревку! Держи! Мына жерде кішкене бар енді нелер, киімдер өзгеріп кеткені. Міне кәдімгідей шынайы сияқты көрдіңіз бе? Уважаемые жители, просим вас не выходить на тонкий лед. С уважением, департамент по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области. Кәдімгі кадрға кіріп келіп, сөйлеп, прям андай болады ғой, МЧС-тің несінде телефонға сөйлеп жатқан сияқты. Шынайы кәдімгі ар жақта жұмыс істеп жатыр. 3 адам, 4 адамдық персонаж. Ана жерде 1 адаммен жұмыс істеген, оның көзінде кадр дұрыс емес, свет дұрыс емес. Ана жерде 4-5 адам. Еще артында движение бар, фон активный мысалы. Осындай бір результаттар жасаған адам. Сізде алдыңғы сабақта фото генерацияласаңыз, енді сол фото жасаған генерацияларыңызды біртіндеп видеоға айналдырсаңыз болады. Осындай видеоларға айналдырған кезде де
мен айтқан ошибкаларды қайталамауға тырысып, айтқан бонустарды, трюктарды қолдансаңыз әдемірек шығады. Сіздерге тапсырма, 3 видеоны көріп біттіңіздер. Енді сіздерге бір қалаған кез келген атмосферадан кез келген идеяны алып, соның ішінен мини 10 секундтық, 15 секундтық, 20 секундтық видео шығару. Сөйлесе де, қимылдаса да кез келген. Өзіңіздің қалауыңыздағы, өзіңіз фантазияңыз кез келген видеоны шығарасыз. Бесплатныймен де болса да, платныймен болса да болады. Именно жаңағы промпттарыңызда мен айтқан фишкаларды қолдану керек болады. Камера бойынша, ракурс бойынша, движение бойынша, цвет бойынша деген сияқты. Енді арасындағы мықты видеоларға менен бонус. Қандай бонустар? Менің атына личный разбор жасаймын. Сіздің видеоларыңызға разбор істеймін де, қателіктеріңізді, яғни жақсы қабілеттеріңізді айтып беремін. Екінші, толық ИИ бойынша курсқа сіздерге мощный скидка істеймін. Сол арқылы өздеріңіз қосылып, тиімді бағада қосылып, сол жерде уже видео істесеңіз болады. И оның ішіне менің курсымды алған кезде, оның ішіне жаңағы ИИ-ларға подписка сол бағаның ішіне кіреді. Яғни сіз тек қана курсқа ақша төлейсіз, әрі қарай подписка ақша төлемейсіз, болды. Миыңыз қатырмайсыз, қандай подписка алсам болады, анау ақшаны қайттан бөлу керек болған деген сияқты. Бәрі бір бағаның ішінде, бір пакеттің ішінде бәрі бар. Уайымдамай, әрі қарай өзіңіздің біліміңізді алып, уже 2 күннің ішінде, 1 күннің ішінде нәтижелер көрсете аласыз. Үшіншісі, курсты толық аяқтап, мықты көрсеткендердің арасында жабық Қазақстан бойынша ең мықты видео креаторлар, ИИ креаторлардың тобына қосатын боламын. Ол жерде бәрі топовый, мықты, профессионалды менің оқушыларым бір жерде қамтылған. Бәрін бір командаға алып мүмкін проект беру мүмкін. Менің өзім үлгермей жатқан мықты ставкадағы проекттерімді сол жердегі өзімнің кругымдағы сенімді мықты жасай алатын оқушыларыма ғана тапсырамын. Группаға жазам, вакансия берем, ақша табуға жолдарын көрсетем, және бірге бір проект бастауымыз мүмкін. Жалпы мықты ИИ креаторлардың қатарында, деңгейінде бір валында боласыздар. Сондықтан осы 3 тегін видеоны көріп, әрғай результат көрсетіп, мини видео істеуге сіздерге 48 сағат негіз берілген. Осы 3 видеоны көргеннен кейін сол уақыттан кішкене аз ғана уақыт қалды, сондықтан үлгеріп, видеоны жіберіп, және біздің мықтылардың қатарына қосылуға шақырамын.